Қыздар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Мен бүгін абрикостан варенье қайнаттым. Мінекей, ең алдымен бір коробка абрикосты базардан сатып әкелдік. Одан кейін оны соп-суық мұздай ағынды суға жудым. Мінекей, осындай сеткалы коробкаға салып, сосын үстінен шлангымен мұздай су құйып тұрып жудым. Ең алдымен. Мен жалғыз емеспін, қасымда тілектес бар. Тілектес амандас. Міне, біз тілектес екеуміз. Мінекей, тілектес екеуміз бүгін варенье қайнатамыз. Содан кейін абрикосты екіге ортасынан бөліп, сүйегін бір бөлек тастап отырдым, ал абрикостың өзін бір бөлек салып отырдым. Мінекей, болғаннан кейін, әбден тазалап болғаннан кейін 1 килограмм абрикосқа 650 грамм қант салдым. Әрбір 1 килограммға тазалап болғаннан кейін 650 граммнан қант салдым дағы. Көпшілігін салып, көп бөлігін. Онан кейін оны қолмен араластырамыз. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер, иә? Мен көптен бері каналға кірген жоқпын, енді мінекей қайтадан кіретін боламын. Міне, қалған кішкене бөлігін қайтадан әлгі сол абрикостың бетіне септім, кішкене басып тұрсын деп. Мінекей, енді осыны 6-7 сағатқа қойып қоямын. Еріді, міне 6-7 сағат өтті. Одан кейін оны ағаш қасықпен араластырып, енді газға қоятын боламын. Газға қойғанда өте ақырын емес, қыздар, бірақ өте қатты да емес, орташа. Тым слабыйдан сәл жоғары. Қайнап енді бастаған кезде осылай көбігі шығады. Көбігін аламыз, осылай алып тастаймыздағы. Бұның енді ортасы ғана қайнап жатыр ғой. Шетін ортасына қарай жіберіп, ортасын шетіне қарай жібереміз. Алғаш қайнап бастағаннан кейін 20 минут қайнайды бұл. Көбігін алып тастап отырамыз. Бұның көбігі таусылмайды, қыздар. Бүкіл көбігін алам деп әуре болмаңыздар. Неғұрлым шыққан сайын алып тастап отыруға тырысыңыздар. Дей тұрғанмен алып тастап отырыңыздар. Мінекей осылай. Міне дайын болдау деген кезде лимон қышқылы. Үлкен қасықпен 1 қасық лимон қышқылын қостым. Ол қышқыл дәм беріп тұрсын деп емес, ол кішкене ұзағырақ сақталсын деп. Мінекей, салып жіберейін десем, тағы да көбігі шығып кетті. Ол көбігін алып тастап барып, осы лимон қышқылын салдым. Қыздар, кей қыздардікі мөлдір болып шығады. Менде почему-то өмірі мөлдір болып шыққан емес, білмеймін неге екенін. Әйтеуір осылай болып шығады. Ол мына абрикостың сортына байланысты ма деп ойлаймын өзім. Ыстық қалпында стерилизованный банкіге салдым. Пока!